Атың кім? Зүзт дегенде. Бекжан, қасқыр екенсің сен десе. Бұл қуана. Неменесі? Логикасы дамымаған адамдар. Логикасы дамымаған адамнан кәсіпкер шықпайды. Сондықтан тапқан адамдар қалсын, таппаған адамдар тұрып қайткен төмендеу адамдар. Неменесі? Логикасы дамымаған адамдар. Логикасы дамымаған адамнан кәсіпкер шықпайды. Сондықтан тапқан адамдар қалсын, таппаған адамдар тұрып қайта берсін. Давай, немене қоямыз. Әрине қалсын ғой. Жас кеттік. Презентацияны қоямыз. Қараңыздар. Бұны бағана таппаған адамдардың кішкене көңіл күйлеріңіз түсіп қалды ма? Түсті ғой да. Біреу тапқан кезде қалай мен таппай қалдым, мен неме соғырша тупоймын ба, топаспын ба, менің нағып таба алмай жатырмын, мынау елдер тауыпты ғой деген да. Осыны мен ұқтым енді. Неге қазақ өзін осылай төмен санайды? Ана үнемі біз кері байланыс бергенде айтады, 99% проблема өзін төмен санайды, өзіне сенімсіз. Кәсіп бастамайтынның 90% проблемасы осыда. Даже 99% проблемасы осында. Өзіне сенімдік жоқ, өзін төмен санайды. Осы проблема. Бұны Мартин Селигман деген, бұны атақты психолог, бүкіл Американың психологтарының ассоциациясының президенті болған, жалпы психология ғылымына кереметтей үлкен өзгеріс әкелген Мартин Селигман деген атақты ғалым. Сол білімінің арқасында ол бүкіл әлем мойындаған ғалым болды, және де Американың ең бай адамдарының біреуі болды. Сол мынаны айтады, үйретілген дәрменсіздік, выученная беспомощность. Яғни адамды сорлы болуға, өзін төмен санауға, дәрменсіз қылуға үйретіп тастауға болады екен. Осыған мен әбден көзім жетті. Негізгі адамды басқаратын екі күш бар. Кез келген жан иесін басқаратын екі күш бар. Біреу сенім. Адам не нәрсеге сенеді, соны істейді. Не нәрсеге сенбесе, соны істемейді. Екінші күші эмоция, адамның көңіл күйі. Бүгін осы екі күшті тексеретін боламыз сіздермен бірге, және сол сұраққа жауап аламыз. Енді үйретілген көңіл, үйретілген дәрменсіздік, үйретілген сорлылық, выученная беспомощность. Адамның мен мынаны қолымнан келмейді, істей алмаймын деп өзінің жоқшылыққа, таршылыққа, қиын жұмысқа, аз ақша төлейтін жұмысқа, өзіне ұнамайтын жұмысты істеп жүруінің кеселі, себебі оны сөйтіп үйретіп тастаған. Ата-анасы тегінен келген, үйретілген сол, ата-анасы мектепте, университетте, жалпы қоғамда оны сөйтіп санасына құйып тастаған. Мысалы, сіздің көңіл күйіңіз жоқ па? Мезгілсіз бірнекеге алаңдап жүресіз ба? Ертең не болып қалды екен, үйде не болып қалды екен, балам не болып қалды екен деп. Өзіңізді бірнекеге сенімсіз сезінесіз ба? Өзіңізді шаршаңқы сезініп жүрсіз ба? Қашан соңғы рет қуанғаныңызды, прям кереметтей жүрек жарды қуанып, мәз болғаныңызды ұмыттыңыз ба? Мына 4 симптом қайсыларыңызда бар? Бар шығар да? Көңіл күйі жоқ болмау, алаңдап жүру, сенімсіздік, шаршаңқы сезім бар ма? Бар. Демек, сізде депрессияның белгілері бар. Алайда әрқашан олай емес. Жоғарыда келеңсіздіктің бәрін сіз туа біткен қасиет біраз болса да, қалғанның бәрі осы қоғам сізге үйреткен. Осы дәрменсіз болуды, сорлы болуды үйретіп тастаған. Бұған не себеп? Бұл туралы ғалымдар бұрын білмеген болатын да? Алайда осы Мартин Селигман, ол кезде ол мүлде жас болған, 23-24 жасында, өткен ғасырдың 1965 жылдары, бұл құбылысты анықтайды. Психологияға өтті үлкен өзгеріс енгізеді. Позитивті психология деген білімді жаңа ғылым ойлап шығарады. Енді қазір психологияның атасы, қазіргі біздің психологтарға мен ұқтым, неге олардың ешқандай нәтиже бермейтінін қазір психологтардың. Өткенде фрейдизм, психологтың атасы Фрейд. Фрейдизмдікін негізгі бүкіл психологияның атасы болғандықтан не бір ғылым докторлар, әлемдегі ғалымдар мұна Мартин Селигман басында мойындамаған. Өйткені ол фрейдизмға толықтай қарсы шыққан. Адамдардың осылай сорлы болуы, дәрменсіз болуының бәрін ол бихевиоризм деген ғылым бар, соны үйретіп тастаған дейді. Қазір сіздерге қарапайым қазақтың жалпақ тілімен үйретіп берем. Ал Фрейд айтады, бәрі бала кезден, бәрі фрейдизмді оқыған психологтар біздің университетте оқытады, сол фрейдизммен 99% айтады, ол на базе сексуальных отношений.
сондай неменен миына таңып тастайды. Араларыңызда психолог болса, соған келіседі да. Ал енді мына теориямен, менің өмір бойы іздеп жүрген сұрағым, оказывается, бар, ашылып тастаған. Американың қатты дамып жатқаны, онда бүкіл әлемдегі ғалымдар келеді ғой, магнит сияқты сорып алады да. Сол ғалымдардың еңбегінің қоғамда пайдалану арқасында. Мұқият тыңдаймыз. Тынышталайықшы. Чем он опасен и как от него избавиться? 1964 год. Лаборатория Пенсильванского университета. Здесь проводят эксперимент на собаках. Их помещают в наглухо закрытые клетки, подают слабый звук, который сопровождается неприятным ударом тока. Стимулы повторяют до закрепления рефлекса, а затем собак перемещают в клетки, из которых можно убежать. Вновь раздается звук. Сформированный рефлекс на звук перед ударом тока, казалось бы, должен выгнать собак из клеток, но они ложатся на пол и даже не пытаются спастись. Что это? Ошибка в проведении эксперимента или теория условных и безусловных рефлексов дала сбой? Ни то, ни другое. Молодой психолог Мартин Селигман понял, что ученые стали свидетелями нового для психологии явления. Последующие 10 лет своей жизни я потратил на то, чтобы доказать научному сообществу, что собаки страдали именно от беспомощности, и что беспомощности можно научиться, а следовательно, можно от нее и отучиться. Мартин Селигман. Чтобы проверить свою догадку, Мартин Селигман проводит новый эксперимент с собаками. Но в этот раз собаки из первой группы после условного сигнала могут нажать носом кнопку и отключить ток. Эта же кнопка отключает подачу электричества собакам в другой клетке. Сами собаки второй группы никак не могут повлиять на ситуацию. Третья группа остается контрольной и ударов током не получает. Вскоре рефлексы сформированы, и всех собак помещают в клетки, где нет кнопок для отключения тока. Зато есть стенка, которую легко перепрыгнуть. Раздается звук. Собаки из первой и из контрольной групп быстро сбегают от ожидаемого удара током. А собаки из второй группы скулят и ложатся на пол, готовясь терпеть. Такое отсутствие попыток как-то повлиять на ситуацию было названо феноменом выученной беспомощности. За последующие 25 лет провели больше 300 исследований в десятках университетов на собаках, крысах, людях. И всегда члены беспомощных групп сдавались и не пытались что-либо изменить в новых ситуациях. По статистике, каждый 10-й человек и каждая 10-я собака в проведенных экспериментах являлись психологически беспомощными. Но была выявлена еще одна любопытная закономерность. Каждая 3-я собака боролась до конца, как бы ее ни приучали к беспомощности. К счастью, такое же соотношение наблюдается и у людей. Қазір кішкене түсініксізде болса, мен қазір былай қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Қазір үшеу шығыңдаршы. Жоқ, алдымен бір адам шықсын. Чао, кел. Мынандай эксперимент жасаған. Мынаны тоқ дейік, да? Бәрлеріңіз мектепте Павловтың эксперимент естеріңізде шығар. Условный рефлекс деген. Итті, сен ренжіме, да? Итті клеткаға қамап қояды. Сонан кейін тамақ әкеп берген кезде қоңырау соғады. Дзын деген кезде тамақ әкеп берді, дзыз, тамақ әкеп берді, дзыз. Соны тамақ әкелмейді, дзыз дегенде ана иттің сілекейі ағады. Мына дауыспен тамақты байланысып қалады адам миында. Дауыс болған кезде тамақ жейтін. Оны ғылымда бихевиоризм дейді. Условно рефлекс, шартты рефлекс. Адам бір нәрсемен байланысып қалғаннан кейін соны болады екен деп. Содан кейін оны Мартин Селигман айтады. Ол енді жақсы ғой, бір адамға құмарлық тудыру, тамақ беру, бірдеңке жақсылық жасаған кезде адамда сілекей бөлінеді, дофамин бөлінеді. Енді айтады, мына қорқынышқанға сөйтіп жасауға бола ма екен деп эксперимент жасайды. Итті клеткаға қойып қояды. Соны тоқпен соғады ананы. Жж деп тоқ соққан жаман ғой ит енді кез келген нәрсе. Тоқ соғады да қоңырау береді. Тоқ соғады да жж деп қоңырау береді да. Содан кейін клетканың аузын ашады да жж деген кезде мына ит енді тоқ соғатынын біледі ғой. Мысалы, сен немене баршы экспериментте. Жж
дегенде мынау секіріп кетуге тиіс қой. Солай ғой енді тірі нәрсе де. Бірақ дыз десе анау еденге жатып алып, есік ашық тұрса да еденге жасап қақынсылап жата береді дейді. Дыз деп анау. Онан кейін алып тоқ соғып жатыр. Жүр десе шыдап жата береді. Содан кейін Селигім айтады, бұл неге? Неге ана тамақ әкеліп берген кезде иттің сілекейі ақты ғой, міне тамақ әкеледі екен. Ана жақта өлтірейін деп тоқпен соғып, азаптап, қинап жатса да, бұл неге қашпайды? Неге ана тоққа шыдап жатыр? Содан кейін ертеңнен түсінеді, бұл осылай выученный беспомощный адамды дәрменсіз қылып тастағаннан кейін, адам емес жан иесін, ол соған көндігеді екен. Бұдан шығатын жол жоқ деп ойлайды. Өйткені деме жаңа банкке қамап тастады ғой келеді. Содан кейін эксперимент ары қарай жалғастырады. Мынау әбден қиналып, дәрменсіз қылып тастаған. Сорлы айтады, бұдан шығатын жол жоқ дейді де. Екінші келе ғой. Екінші бір итке мынандай эксперимент жасады. Мына айтады, зүз деген кезде, оны қайтадан зүз дегенде мынаны өшіріп тастай алады. Зүз деген тартып ал, мынаны зүз деген. Зүз тартып ал мені. Енді тоқпен соға алмаймын. Зүз десем де тоқпен соға алмаймын болды. Бұл тартып алуға болатынын білді. Ана жігіт тартып алуға болатынын білмейді. Мынау уже айтады, келесі жол тартып алып өшіріп тастауға болады екен тоқты. Үшінші бір ит. Үшінші бір итті. Бұл вообще ештеңке көрмеген. Ештеңке көрмеген. Тоқты да көрмеген, ештеңке көрмеген. Содан кейін мына клетканың аузын ашып қояды. Мынада кішкентай ғана бір неме жасап қояды, кедергі жасап қояды. Содан кейін дауыс береді. Зүз дейді, тоқпен соғады. Мынау ыршып кетеді. Зүз дегенде тоқ соққанда зүз дегенде секіріп кетші. Зүз шақ қашып кетеді. Мынағанда зүз дегенде мынау да қашып кетеді. Өткенде бұл құтылуға болатынын біледі. Өткен құтылып үйренді ғой. Ал мына үшінші ит, әбден дәрменсіз болған ит жата береді екен. Есік ашық тұр, тоқпен соғып жатыр. Өткені бұны үйретіп тастаған. Әбден сорлылыққа, дәрменсіздікке үйретіп тастаған санасына. Оң кейін Селигман осындай жаңалық ашады, айтады, егер де осындай дәрменсіздікке үйретіп тастауға мүмкін болса, одан құтылуға да болады екен. Одан құтылуға да болады. Оны емдеп жазуға болады екен. Енді менің әбден көзім жеткені, бүкіл біздің халқымызды осындай құлдық санаға, дәрменсіздікке 300 жылдың ішінде біз Ресейдің табанында жатқан кезде үйретіп тастаған. Бірақ біздің бағымызға қарай шығыңдаршы. Бағымызға қарай сонда иттердің ішінен көреді. Қанша нетсе де үш иттің біреуі анаға көнбейді екен. Анам қанша бананы қинай берсе де есікті ашса секіріп кетеді дейді. Үйренбейді. Ол иттің неменесінде қасқырдың немесі сақталған, қаны. Қасқырды мысалы циркке алып шығып, жолбарысты, арыстанды, пілді, кез келгенін бір шыбықпен айдап қызмет көрсетеді. Аюды белсебет теккізіп қояды. Бірақ қасқырдың белсебет теуіп жүргенін көрдіңіздер ме? Жоқ, қасқырды үйрету мүмкін емес. Сондықтан біздің қазақтар, мысалы, біз итті жақсы көреміз, ит жақсы көресіз ғой, да? Тазы бар, ит бар, овчарканы жақсы көреміз ғой, да? Қасқырдан қазақ ит құс дейді, қасқырдың атын да айтпайды. Негізі қасқырды жек көреді. Бірақ мен үшеуің айтсам, мына қасқыр екесің десем, сен намыстанасың ба? Ал ит екесің десем? Итті жақсы көреміз, бірақ ит екесің десе, біз намыстанамыз, солай ғой, да? Қасқырды жек көреміз, бірақ мына жігіт атың кім? Бекжан, қасқыр екесің сен десе, бұл қуанады, да, мақтанады. Өйткені қазақ қасқырдың қайтпайтын қайсар терісін тірідей сыпырып алса да, қасқыр дауыс шығармайды. Қасқырды үйрету, циркке апару деген мүмкін емес. Бізде осы қасқыр мінез болған. Отыра қойыңдар. Бізде 3-тен 1-30% негізгі адамдарда қасқыр мінез болады екен. Оны сорлылыққа, даже түрмеге тықсаң да, азаптасаң да, оны тізерлету, оны бір сорлы қылу мүмкін емес. Біздің Алаштың ардақтылары сондай болған. Негізгі 30% адамдар солай болады екен. Бірақ өкінішке қарай біздің халықта сол 5% қалған. Неге десеңіз, 32-ші жылы шындығында да мына сол қасқырлардың бәрін құртты.